Қайырлы күн қатысушылар. Бүгін бізде кезекті қатысушымыз ол Гүлсезім. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жексенбай Гүлсезім, мен 16 жастамын. Бұл мобилографияға келген себебім өзімді басқа қырынан дамытқым келеді. Яғни әнмен ғана шектелмей, осы адам бай болу керек, яғни әр салада болсын, өзін жан-жақты дамыту керек деп ойлаймын. Сол себепті мобилографияны оқығым келеді. Осы жоба сіздің болашақтағы мамандығыңызға қатысты ма? Жоқ, менің болашақ мамандығыма қатысы жоқ. Яғни менің болашақ мамандығымды бірінші айта кететін болсам, болашақ мамандығым психолог, яғни психологияда адамдармен көп жұмыс істеймін. Яғни психологтар ол адамдармен көп жұмыс істегендіктен психологтар көп қой қазіргі таңда. Ал оларды жарнамалау үшін бізге мобилографиямен айналысу керек деп ойлаймын. Мен сол қырынан өзімді дамытқым келеді. Яғни өзімнің инста парақшамды немесе тикток парақшамды дамытып, және де өзіме сол саладан ақша жинауға болады дегендей болды. Сіз бүгін алғашқы келген кезде жақсы тәжірибе ала алдыңыз ба? Иә, бүгінгі сабақтан мен көп нәрсені үйрендім, жаңа балалармен таныстым десем де болады. Тек қана түсіруді емес, мәдениетті де үйрендім. Бүгінгі шара сіздің ойдарыңызда өтті ме? Өз ойымды қорытындылай келсем, бүгінгі шара өте қызықты өтті, әртүрлі балалармен таныстық, яғни барлығымыз жан-жақты екенімізді көрдім. Яғни бұл бізге деген өте үлкен плюс десем де болады.